шейіт болады, қайтыс болып кететін болса, шейіт болатын болса, ол адам шейіт дейді екен. Яғни Аллахтың алдында қайтты, шейіт болды дейді екен. Яғни шейіт дегеніміз олар ақыретте есепсіз жәннат қабіретін адамдар екен. Яғни ақыретте есепсіз жаңа сұраулмайды, сұрақ жауап болмайды. Алла тағала ол пендені өзінің құзырына алады. Өйткені Алла тағала қасиетті Құранда айтады, астағфирулла, Бақара сүресінің 124-ші аятында: ولا تقتلوا لما يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Алла жолында мерт болған шейіттерді өлтіге санамаңдар дейді. Олар тірі дейді. Алла біледі, сендер білмейсіңдер деп айтқан. Шынында да Алла Тағала айтып отырады, әрине Аллахтың алдында олар тірі, сендер оны пенде баласы оны сезбейді, оны білмейсіңдер дейді Алла. Сондықтан осы жаңағы отанымызды қорғау, дінімізді қорғау, өзімізді жаманшылықты қорғау, мал дүниемізді қорғау деген сияқты нәрселер осы ең шариғатта құнды амалдардың бірі екен. Және Алла Тағала қасиетті Құранның Анфал сүресінің 60-ші аятында оларға дұшпанға қарсы шамаларың келгенше күш-қуат әзірлеңдер деп айтқан. Ардатты пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Алла жолында отанды қорғап, бір күн күзетте болу дүниеден және онда барлық нәрселерден қайырлы деген имам Бұхари. Яғни осы Алла жолында елімізді қорғау үшін бір күн күзетте болудың өзі үлкен Аллахтың алдында осы дүниеден ақыретінде сауабына келтіретін үлкен амалдың бірі екен. Әрбір адам қайтыс болғанда оның амалына өр басылып тоқталады. Тек Алла жолында шекара күзетінде болған адам ғана бұдан тыс. Өйткені оның амалы қиямет күніне дейін көбейіп артып отырады. Әрі ол қабір фитнасынан, сынағынан аман болады деген. Яғни былайша айтқанда, осы қайтыс болған адамдар, адам баласы енді өмір амал тоқтайды ғой, амал тоқтайды. Тек қана осы ел күзеткен, шекара күзеткен адамның ғана амалы тоқтамайды екен. Яғни оның сауабы қиямет күнге дейін жалғасын тауып, көбейіп тұрады екен жаңағы. Жасаған амалдары байланысты көбейіп тұрады екен. Имам Куртуби айтады бұл хадис жайында: Алла жолында шекара күзетінде болудың сауабы қиямет күніне дейін еселеніп көбейіп отырады дейді. Себебі оның өсуі деген мәні тек көбею беру. Бұл көбею